Ассалаумағалейкум достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз әскери техника темір сауыты шынжыр табанында танкілермен танысатын боламыз. Дегенмен ең алғашқы танктердің жасалғанына 100 жылдан асса да, осы салада жетістікке қол жеткізу өте қиын. Танктерді өндіруші мемлекеттер саусақпен ғана санарлық. Әлемде 200-ден аса мемлекет болса, соның бір 10-15 шақтысы ғана бұл техниканы жасап шығара алады. Және біздің осы хабарымыз әлемдегі ең мықты 10 танк жөнінде болмақ. Ендеше алға. 10-шы орында ресейлік Т-90 танкісі. Бұл танк Кеңес одағының соңғы Ресей Федерациясының бірінші танкісі. Бұл Т-72 танкісінің 17-ші модификациясы. 1989 жылы Т-72 танкісін жетілдіру жөнінде жұмыс басталады. 1991 жылы көктемде объект Ж-88 эксперименталдық танкісі Кеңес армиясына қабылдауға ұсынылады. Бұны Т-72 Бу деп атау ұйғарылады, бірақ ол белгілі себептермен Кеңес армиясына бұйырған жоқ. Ол енді Ресей армиясының жаңа танкісіне айналады. Оның атын Т-90 қылып өзгертеді. Атын өзгерту себебін сол кезде 1991 жылғы Ирактағы соғыстан кейін мақтаулы Т-72 танкілерінің абыройы айрандай төгілгеннен кейін және шетелге көптеп сату үшін Т-90 қылып өзгерт деген қауесет бар. Бұл әрине шындыққа жанасады. Бұл танкінің экипажы 3 адам, брон түрі біріктірілген снарядқа қарсы белсенді қорғану жүйесі КОЭП штора 1М мен жабдықталған, динамикалық қорғану жүйесі контакт 5 реликтпен жабдықталған. Қару 125 мм-лі 2А46М5 тегіс ұңғымалы, оның 43 снаряды бар. Пулеметтары 12,7 мм-лі утес және 7,162 мм-лі ПКТ пулеметімен жабдықталған. Көздеу құралы наводчик дневной бірігі 46, наводчик ночной Буран ПА-М дейді. Және де танкіге қарсы басқарылатын зымыран рефлекс М-мен жабдықталған. Двигателі Б-92С2 1000 аттың күші бар. Тегіс жолда 65-70 км/сағатына жүреді, тегіс емес жолда 40-45 км/сағатына жүреді. Бұны Ресейден бөлек Үндістан 1025 данасы бар, Алжирде 400 данасы бар, Әзербайжанда 100 данасы, Иракта 73, Вьетнамда 64, Уганда 44, Түркменстанда 4 данасы бар. Ресейдің өзінде 350 данасы бар екен. Бұның салмағы 46,5 тонна. 9-шы орында украиналық Аплот-М танкісі. Бұл Украинаның басты ұрыс танкісі. Морозов атындағы Харьков конструкторлық бюросында әзірленіп, Малышев атындағы заводта жасалады. Бұл танкінің салмағы 51 тонна, экипажы 3 адам. 2008 жылдан бастап шығып жатыр. Содан бері 50 данасы шығарылған. Бұның сауыты біріктірілген снарядқа қарсы. Сондай-ақ белсенді қорғаныс жүйесі вартамен жабдықталған, динамикалық қорғаныс жүйесі дуплетпен жабдықталған. Басты қаруы 125 мм-лі КБА-3 зеңбірегімен және оның 46 оқ дәрісі бар. Көздеу құралы лазерлік көру қашықтығы 1Г46М, тепловизиялық бейнелеу жүйесі ПТТ-2, панорамалық көру кешені ПНК-6, пулеметтар 12,7 мм-лі НСВТ және 7,162 мм-лі ПКТ пулеметтармен жабдықталған. Және де танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені комбатпен жабдықталған. Двигателі 6 ТД2Е 1200 аттың күші бар. Тегіс жолда жылдамдығы 70 км/сағатына жүреді, тегіс емес жолда 40-45 км/сағатына жүреді. Бұл заманауи әлемдік аналогтар деңгейінде жасалған түбегейлі жаңа машина, бұл Аплот деген. Оның негізгі сипаттамалары жауынгерлік, қуат, отқырлық және қорғаныс тұрғысынан әлемдік танкілерден ешқандай кем емес. Аплотты Украинадан бөлек Таиланд мемлекетінің әскерінде тұр. Және бұл танкі бұрынғы кеңестік аты шулы аты аңызға айналған Т-34 танкісі шығарылатын заводта шығарылады Малышев атындағы. 8-ші орында франциялық Леклерк танкісі. Бұл Францияның заманауи басты ұрыс танкісі. Джет концернінде қазіргі негіздер 1980 жылдары жасалады. Сол кезде көнерген АМХ-30 танкісін ауыстыру үшін сериялық өндірісі 1992 жылдан басталады. 10 жылдан бастап Леклерк танкісі шығарылмайды. Францияның армиясында 406 данасы кешіресіздер, Біріккен Араб Әмірліктерінде 388 данасы бар. Кореялық К2 Black Panther және жапондық Type 10 пайда болғанға дейін ол ең қымбат МВТ болып саналды. Себебі бұның электроникалары өте күрделі. Бұл танкінің салмағы 57,4 тонна, экипажы 3 адам, сауыты біріктірілген модульді, бронды модульдері вольфрам мен титан элементтерімен нығайтылған. Басты қаруы 120 мм-лі СН 20-26 зеңбірегімен қаруланған. Оның оқ дәрісі 40, оның 22-сі автомат заряжанеді. Көздеу құралы молекулярлық CGM HL60 атос жылу түсіргішімен біріктірілген.
SVM HL70 панорамалық лазерлік қашықтық өлшеуіш HL58 мен жабдықталған. Пулеметтар 12,7 мм М2 М2 америкалық Браунинг пулеметі және 7,62 мм AAN F1 франциялық пулемет. Двигателі В тәрізді 8 цилиндрлі куботынды финляндиялық Вартила компаниясы шығарған сұйықтықпен салқындатылған дизельді қозғалтқышпен жабдықталған. Қуаты 1500 аттың күші бар. Жылдамдығы тегіс жолмен 71 км/сағ жүре алады, тегіс емес жолмен 50 км/сағ жүре алады. Жетінші орында Type 10. Бұл Жапонияның басты ұрыс танкісі. Танкының прототипі бірінші рет 2008 жылы көрсетілді. 2010 жылы Жапон қарулы күштері 13 данасын тапсырыс берген. Әр данасы Жапон әскери бюджеті үшін $6,5 миллион шыққан. Type 10 танкісі қарулы күштерге 2012 жылдан бастап беріле бастаған. Жапон басшылығы бұл танкімен көнерген Type 74 танкісін ауыстыруды және сондай-ақ Type 90 паркін осы танкімен толтыруды көздеген. Салмағы бұл танкінің 44 тонна. Mitsubishi компаниясы шығарады. Танкінің негізгі қаруы Жапонияда жасалған GCW-120L44 зембірегі, тегіс ұңғымалы. Оның оқ-дәрісі 44 дана, 14 данасы автоматты заряжанеді. Бұл автомат түрде зарядталады. Экипаж 3 адам. Барлығы нанокристалдық болатпен қорғалған бөлшекте отырады. Оның ерекшелігі қарапайым болаттан 3 есе артық. Оның двигателі дизельді, 1200 аттың күші бар. Және бұл танкі 70 км/сағ жүре алады, және артқа да, алға да сол 70 км жылдамдықпен жүре алатын танк. Танкте жауынгерлік алаңдағы жағдайды қадағалайтын күрделі жүйе бар. Ол қазіргі заманғы басқа танктерге қарағанда артықшылық береді. Мұна экранда көріп отырғандарыңыздай, бұл да Жапонияның Type 90 деген негізгі ұрыс танкісі. 1976-86 жылдары жасалған. Сол кездегі көне Type 61 және Type 74 танкілерін ауыстыру үшін 92 жылы Жапон қарулы күштеріне қабылданған танкі. Бұл Type 90 заманауи және мықты танк, бірақ өндірісі өте қымбат және күрделі танк. Осы уақытқа дейін Type 90-ның 301 данасы ғана шығарылған. 2012 жылдан бастап Type 90-ды шығару тоқтатылды. Және Жапон қарулы күштеріне қазіргі заманғы өндіріс арзан Type 10 танкісі қабылдана бастаған. Бұл танкты Жапония Германияның көмегімен шығарды. Және міне сыртқы бейнесінен көріп тұрғандарыңыздай, бұл германиялық Leopard 2-ге ұқсастықтары бар Leopard 2-мен. Бұның салмағы 50 тонна, экипаж 3 адам, Mitsubishi компаниясы шығарған. Бронясы модульді композитті 120 мм Rheinmetall L44 зембірегімен жабдықталған. 6-шы орында ресейлік Т-14 Армата танкісі. Бұл танк Ресейдің ең жаңа танкісі. Мұнарасында адам жоқ және Армата платформасын қолданады. Бұның ерекшелігі адамсыз басқарылатын мұнара. Экипажға арналған арнайы капсулада отырады экипаж. Бұл танкінің салмағы 55 тонна, экипажы 3 адам. Әзірлеуші Орал конструкторлық бюросы, шығарушы Орал вагонзавод корпорациясы. 2014 жылдан бастап осы уақытқа шейін 20 данасы шығарылған. Сауыты біріктірілген көп қабатты белсенді қорғану кешені Афганит кешенімен жабдықталған және динамикалық қорғаныс кешені Малахитпен жабдықталған. Негізгі қаруы 125 мм 2А82, тегіс ұңғылы зембірек, оқ-дәрісі 45 снаряд, пулеметі 12,7 мм корт және 7,62 мм ПКТ пулеметтермен жабдықталған. Двигателі А85-3А дизель, Челябі трактор заводы шығарған. X тәрізді 12 цилиндрлі турбозарядпен жабдықталған. 1500 аттың күші бар. Тегіс жолда 80-90 км/сағ шейін жүре алады. Тегіс емес жолда 60 км/сағ шейін жүре алады. Және сондай-ақ танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені Reflex M кешенімен жабдықталған. Бұл танкіні енді ресейлік пропаганда мақтауын асырды. Ең көп жарнамаланған танкілердің бірі 14 жылдан бері. Сондай-ақ бұл танкіні әлі осы уақытқа дейін Ресей өзінің қарулы күштерінің құрамына қабылдаған жоқ. Бұл әлі сынақтан өтіп жатыр мемлекеттік. Сондықтан өзінің елінде шығарушы мемлекет өзінің әскеріне қабылдамағаннан кейін бұны әрине басқа мемлекеттерде сенімсіздік туғызады. Достар, осы қазақша арнаға жазыламыз. Ассаламу алейкум достарым.
Әскер блог арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда біз әлемдегі ондыққа кіретін мықты деген танкілердің салыстырудың екінші бөлімін бастаймыз. Ендеше кеттік. 5-ші орында Меркава МК-4М Израильдің басты ұрыс танкісі. Бірінші сериал танк Меркава МК-1 1979 жылы шығарылады. Меркава МК-4 бұл соңғы модификация. Ұзақ уақыт бойы Израиль аймақтағы соғыста шетелдік танктерді қолдануға мәжбүр болды. Бірақ аймақтағы әскери ахуал өзінің меншік танкісі Меркаваны дамытуға мәжбүр етті. Меркава танкісін жасау бағдарламасы 1970 жылы тамыз айында Ұлыбритания Израильге өзінің Чифтен танктерін сатудан бас тартқаннан кейін қабылданады. Жобалау жұмыстарын генерал-майор Исраиль Таль деген кісі басқарады. Бір ерекшелігі бұл Таль дегенің инженер емес, бұл әскери офицер. Израильдің аймақта жүргізген барлық басқыншылық соғыстарына қатысқан адам. Танктың болат макеті 1971 жылдың сәуір айының өзінде жасалып бітеді. 1972 жылы қайта жасалған Центурион танкісіне мотор трансмиссиялық бөлімшені алдына орналастыру тұжырымдамасы әзірленеді. Сонымен 1974 жылы желтоқсанында алғашқы 2 прототип жасалады. Алғашқы сериялы 4 танк 1979 жылы сәуірде Израиль қарулы күштеріне беріледі. Және сол жылдың қазан айында Меркава МК-1 деген атпен ресми түрде армияға қабылданады. Танк бастапқыда танк пен БТР-дің тіркесі ретінде ойластырылған, сондықтан қозғалтқыш пен трансмиссия корпустың алдыңғы жағында орналасқан. Сол жақта механик жүргізуші үшін орын қалдырылған, ал артқы жағында 6 десантшыны тасымалдауға арналған бөлім бар. Танкінің артқы жағында сауыт есік бар. Ол танкіге мінуге және қиын жағдайда экипажға танкты тастап шығуға мүмкіндік береді. Бұл танкінің салмағы 70 тонна, экипажы 4 адам. 2001 жылдан бастап шығып жатыр. Пайдалануға берілген уақыты 2004 жыл. Саны бүкіл модификациясының барлығын қосқанда 1970 дана екен. Басты оператор Израиль. Израиль бұл танкін шетелге сатып жатқан жоқ. Сауыты құйылған болат 4-ші буынды аралық модульді снарядқа қарсы. Басты қару 120 мм МЖ-253 тегіс ұңғылы зембірек. Сондай-ақ бұл зембіректен танкіге қарсы басқарылатын зымыран мен атуға болады. Сондай-ақ танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені лахатпен жабдықталған. Оқ дәрісі 48 дана, көздеу құралы наводчик дневной ночной, тепловизиялық нысананы автомат түрде сүйемелдейтін және командирдің панорамалық дневной ночной тепловизиялық нысананы автомат түрде сүйемелдейтін көздеуішпен жабдықталған. Резервте оптикалық ик көздеуіштер тағы бар. Пулеметтары 2,7,162 мм FN Mag бельгиялық пулемет және 1,12,7 мм M2 HB Браунинг-пен жабдықталған. Сондай-ақ 60 мм минометпен тағы жабдықталған. Двигателі General Dynamics америкалық дизель турбозарядпен 1500 аттың күші бар. В тәрізді 12 цилиндрлі, жылдамдығы 60 км/сағ жүре алады. Меркава МК-4-тің 28% деталі шетелден әкелінеді екен. Израильдік белсенді танк қорғаныс жүйесі трофеймен жабдықталған. Төртінші орында Challenger 2 Ұлыбританияның негізгі ұрыс танкісі. Бұл танкіні британиялық Vickers Defence Systems компаниясы шығарады. Ол Challenger деп аталатын Ұлыбритания тарихындағы 3-ші танк. Біріншісі Challenger A30 болды. 76,2 мм зембірекпен жабдықталған Cromwell танкісінің нұсқасы. Екіншісі Challenger 1980 жылдардың басынан 90 жылдардың ортасына дейін Ұлыбританияның негізгі ұрыс танкісі болды. Парсы шығанағы соғысына қатысқан. Challenger 2 Challengerдің негізінде жасалғанына қарамастан, бұл түбегейлі жаңа машина. Бұрынғы модельден жаңа жабдықтар және компоненттермен ерекшеленеді. Тек бөлшектердің 5% ғана екі модельге ортақ. Қазіргі уақытта Challenger 2 Британ армиясының құрамында Challenger'лерді ауыстырды. Бұл танкінің салмағы 62,5 тонна, экипаж 4 адам. 1994 жылдан 2009 жылғы аралығында шығарылды. 95 жылдан бастап қарулы күштердің құрамында. Содан бері шығарылған 400 данасы шығарылған. Басты оператор Ұлыбритания 227 данасы бар және Оман әскерінде 38 данасы бар. Challenger 2 батыстағы ең ауыр танктердің бірі. Корпусы мен мұнарасының фронтальды көп қабатты біріктірілген Дорчестер сауытымен жабдықталған. Бұл Дорчестер туралы барлық ақпарат құпия болып табылады. Басты қару 120 мм L-34 ойық ұңғылы зембірек. Бұл НАТО-дағы жалғыз танк. Осы зембірекпен жабдықталған. Оқ дәрісі 52 дана.
двигателі CV-12 дизель 1200 аттың күші бар. Тегіс жолда 56 км сағатына, тегіс емес жолда 40 км сағатына жүре алады. Үшінші орында Қара Пантера. Бұл заманауи оңтүстік Кореяның негізгі ұрыс танкісі. 2014 жылдан бері қарулы күштер құрамында. Бұл әскери көлікті оңтүстік Кореяның қорғанысты дамыту агенттігі мен Ротем компаниясы жасаған. К-2 танкісі мен оңтүстік Корея басшылығы америкалық М-48 танкілерін ауыстырып, және К-1 танкілерінің паркын толтыруды көздеген. 2011 жылы оңтүстік Кореяның қорғаныс сатып алу агенттігі сынау үшін 15 тәжірибелі өндірістік К-2 танктерін сатып алған болатын. К-1 танкісі мен оның К-1А1 модификациясы солтүстік Кореяның басты танкілерінен басым болғанына қарамастан 1995 жылы принципиалды түрде жаңа негізгі ұрыс танкісін әзірлеу бағдарламасын бастау туралы шешім қабылданады. Бағдарламаның басты ерекшеліктерінің бірі дамуда өздерінің технологияларына сүйену туралы шешім қабылданады. Оңтүстік Корея дәстүрлі түрде америкалық әскери техниканың лицензияланған өндірісіне сүйенген болатын осы уақытқа дейін. Сондықтан жақын уақытқа дейін корейстер халықаралық әскери көрмелерге байыпты қатыса алмады. Қара Пантера танкісі бұл оңтүстік Кореяның әскери техника шығару жөніндегі жаңа беті болып саналады. Бұл оған халықаралық көрмелер мен салондарға сәтті қатысуға мүмкіндік береді. Жобаның бюджеті 11 жыл ішінде $230 миллион құрады. Бұл танкінің салмағы 55 тонна, экипажы 3 адам. Шығарушы Hyundai Rotem компаниясы 170 данасы шығарылған осы уақытқа шейін. Басты оператор оңтүстік Корея мемлекеті. Сауыты бұл танкінің біріктірілген снарядқа қарсы динамикалық қорғаныс жүйесі нерамен жабдықталған. Бұл танк 120 мм германиялық Rheinmetall компаниясының тегіс ұңғылы зеңбірегімен жабдықталған. Оқ дәрісі 40 снаряд және танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені Кыстаммен жабдықталған. Екінші орында М1 Abrams Америка құрама штаттарының негізгі ұрыс танкісі 1980 жылдан бастап шығып жатыр. Генерал Крейтон Абрамстың құрметіне Абрамс деп аталған. Әлемдегі ең танымал танктердің бірі. Неміс Леопардының бауыры және оның басты бәсекелесі. Екі танкте бір МВТ-70 ортақ жобасынан шыққан. Германия мен Америка құрама штаттары күш біріктіріп бірыңғай негізгі танк жасағысы келеді. Бірақ жұмыс барысында келіспеушіліктер пайда болып, жолдар екіге айырылды. Бірақ осы жоба негізінде М1 Abrams пен Leopard 2 жарық көреді. Бұл көліктер компоновкаларымен, идеяларымен және тіпті сыртқы бейнесімен де өте ұқсас. М1 Abrams заманауи біріктірілген уран керамикасынан негізделген ең жаңа сауытпен жабдықталған. Оқ дәрісі мұнара қуысында үрлеу панельдерімен сақтаудың бастапқы схемасы экипажға снарядтар жанып кетсе де тірі қалуға мүмкіндік береді. М1 Abrams Америка құрама штаттарының армиясы мен теңіз жаяу әскерінің сапында тұр. Сондай-ақ Египеттің, Австралияның, Марокконың, Сауд Арабиясының, Кувейттің, Ирактың және Жаңа Зеландияның әскерінде тұр. Абрамстың салмағы 63,1 тонна, экипажы 4 адам. Шығарушы General Dynamics компаниясы 81 жылдан қарулы күштердің сапында 10.288 данасы шығарылған. Белсенді қорғану жүйесі ANVIL Q6 MCD мен жабдықталған. Динамикалық қорғаныс жүйесі аратпен жабдықталған. Корп Мил A11356 техникалық сипаттамаларына сәйкес болат сауыт негізгі құрылыс материалы және бронды қорғанудың сыртқы қабаты ретінде қолданылады. Корпус пен мұнараның алдыңғы бөліктерінде, сондай-ақ мұнараның бүйірінде көп қабатты пассивті брон британдық Чөпхэм сауыты негізінде жасалған құрама сауыт модельдері түрінде қолданылған. Басты қаруы 120 мм М256 тегіс ұңғылы зеңбірек германиялық Rheinmetall корпорациясының өнімі. Оқ дәрісі 42 дана. Көздеуішінің негізгі көздеу құралы лазерлік қашықтық өлшегішпен біріктірілген манипуляциялық перископты. Және М1 Abrams'тың соңғы модельдері израильдік белсенді қорғаныс жүйесі трофеймен жабдықталып жатыр. Бірінші орында әрине бұл Leopard 2, Германияның басты ұрыс танкісі. Бұл танкінің осы уақытқа дейін
3563 данасы шығарылған. Германияның, Голландияның, Австрияның, Түркияның, Норвегияның, Швецияның, Швейцарияның, Испанияның, Данияның, Грецияның, Финляндияның және басқа да мемлекеттердің қарулы күштерінің сапында тұр. Германия танк жасаудың ең көне және көрнекті мектебіне ие мемлекет. Ал 70 жылдардың соңында техникалық сауатты немістер жасаған Leopard 2 сол уақыттағы ең жақсы танктердің біріне айналады. Оның алдындағы Leopard 1 танкісінің ату қуаты, қорғану құралдары нашар болды. Ол 70 жылдары пайда болған жағдайлармен тең дәрежеде күресе алмады. Leopard 2 соңғы Rheinmetall 120L44 тегіс ұңғылы зеңбірекпен атысты басқарудың жетілдірілген жүйесімен жабдықталған. Атысты басқару жүйесі әртүрлі тәсілдермен түсіруге арналған көптеген мәліметтерді өңдейді. Нысанаға бағыттап, оны ату үшін зеңбірекші тек нысанды таңдап, оған маркер қою керек. Жасырынған нысандарды анықтауға жылу сәулесіне әрекет ететін арнайы сенсорлы қондырғы көмектеседі. Бұл танкі тегіс емес жерлерде жүріп келе жатып, қозғалатын нысандарды атуға қабілетті. Сондай-ақ бұл танкі қалың құрыш сауытпен және 1500 аттың күші бар дизельді қозғалтқышпен жабдықталған. Leopard 2-ның сәтті болғаны соншалық, оны әлемнің 20-ға жуық елі өздерінің қарулы күштеріне қабылдады. Абрамспен бірге Leopard 2 15 елдегі НАТО блогының негізгі ұрыс танкісі болып табылады. Және Leopard 2 шығарылғаннан бері 30 жылдан астам уақыт өтсе де үздіксіз жаңарып отырады. Достар, осы видео ұнап жатса, лайк басамыз және қоңыраушаны басып қоямыз. Осы арнаға жазылыңыздар.